Сәлематсыздар ма, құрметті оқушылар? Жақсы, отыра қойыңыздар. Бүгін сыныпта кім жоқ? Жақсы. Олай болса, біз 3 топқа бөліндік. Осы 3 топ әрқайсыңыз топ басшыларыңызды сайладыңыздар, солай ма? Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын әр топ өзінің топ мүшелеріне сәттілік тілеп қойыңыздар. Бірінші топ. Екінші топ. Үшінші топ. Өте керемет. Жақсы. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, жаңа сабағымызды бастамас бұрын, оқушылар, біз өткен сабағымызға, яғни шолу жасап алайық. Сол үшін тақтаға қараймыз. Тақтада сіздерге өткен сабақтан, яғни сұрақ жауаптар беріліп тұр. Әр топ басшы өзіңіз бағалау парақшасына тобыңызда жауап берген оқушыларға, яғни бір балдан қойып отырасыздар. Ал кәне органикалық заттарға жатпайтын белгіле дейді. Қол көтеріп жауап береміз. Екінші топтан айта ғой. Витамин. Қарайық. Дұрыс емес екен, тұз екен. Келесі. Нәруыздың 1 граммы ыдырағанда қанша энергия бөледі дейді. Нәруыздың 1 граммы ыдырағанда 17,8 килокалория энергия бөлінеді. Жақсы, тексерейік. Өте дұрыс екен. Так, келесі сұрақ. Майдың 1 граммы ыдырағанда қанша энергия бөледі дейді. Кәне кім жауап береді? Бірінші топтан бар ма? Я, кәне үшінші топ. Мына жерде 18 деген бар ма? 38. Хорошо. Дұрыс екен. Топ басшылары балды белгілеп отырсыздар ғой, да, оқушыларыңызға. Келесі, нәруыз қандай рөл атқарады дейді. Қандай рөл атқарады дейді. Үшінші топ, бірінші топ, белсенді болайық. Айта ғой үшінші топтан. Энергия көзі ма? Әне тексерейік. Дұрыс емес. Нәруыз, құрылыс, материал екен. Келесі сұрақ. Тірі ағзалардағы заттар 2 топқа бөлінеді дейді. Қандай топқа? Органикалық және биорганикалық болып 2-ге бөлінеді екен. Дұрыс. Келесі соңғы сұрағымыз. Қазақ халқының дәстүріне сүт тағамдарына жатпайды. Бірінші топтан айта ғой. Йогурт. Дұрыс екен. Өте жақсы. Оқушылар, енді біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақтаға назар аударамыз. Миға шабуыл әдісі өсімдіктерге арналған мәзір дейді. Бейнефильм арқылы анықтайсыздар. Сіздерге мен қазір бейнефильм көрсетемін. Балақай, сен күн сайын не жейсің? Мен күніге әртүрлі тағамдар, жемістер жеймін. Ал өсімдіктер не жейді? Оларда тамақтаныма, табиғаттың өз ас мәзірі бар. Бұл өсімдіктерге арналған ерекше тағам. Бірінші тағам азот. Өсімдіктің витамині мен энергия көзі. Бұл өсімдікті жасыл, мықты және өмірге толы етеді. Егер азот жетіспесе, жапырақтар жасыл емес, сары түске айналады. Өйткені өсімдік жаңа жапырақ шығара алмай қиналады. Өсімдік баяу өседі, бойы аласа болады. Өсімдік әлсіз болғандықтан гүл аз ашады, жеміс те аз салады. Азот жетіспеген өсімдіктің сабағы тез соңғыш, жиі зақымдалады. Екінші тағам фосфор. Фосфор өсімдікке қуат береді. Ол күн сәулесінен алған энергияны сақтап, барлық бөліктерге таратады және тамырды терең әрі берік етіп өсіреді. Сол арқылы өсімдік топырақтан жақсы қорек алады. Фосфордың арқасында өсімдік көп гүлдеп, жемісі тез және жақсы піседі. Тұқым мықты болып, жаңа өсімдік оңай өсіп шығады. Өсімдікті салқын ауа мен түрлі аурулардан қорғайды. Үшінші тағам калий. Ол тамырдың күшін арттырады. Өсімдікті суық пен аурудан қорғайды.
Тамыр жүйесі тереңге кетіп, жаңбыр астында өсімдік тік тұрады. Демек, өсімдік те өз рационын қажет етеді. Ал оны біз, адамдар, тыңайтқыштар арқылы қамтамасыз етеміз. Тыңайтқыш дегеніміз не? Тыңайтқыш өсімдіктің жақсы өсіп, көп өнім беруі үшін топыраққа қосылатын пайдалы заттар. Тыңайтқыш түрлері органикалық және минералды тыңайтқыштар болып бөлінеді. Органикалық тыңайтқыштар табиғи жолмен алынған тыңайтқыштар. Олар мал киір, шіріген жапырақтар, компост сияқты табиғи заттардан жасалады. Өсімдікке баяу әсер етеді, бірақ топырақты ұзақ уақытқа құнарлы етеді. Минералды тыңайтқыштар зауытта жасалатын химиялық заттар. Олардың құрамында азот, фосфор, калий сияқты пайдалы элементтер бар. Өсімдікке тез әсер етеді, бірақ мөлшерін артық беруге болмайды. Сонымен өсімдіктерге де тағам керек. Балақай қорытындылай келе, өсімдіктер де адамдар сияқты өмір сүру үшін қорекке мұқтаж. Олардың тағамы азот, фосфор және калий қажет. Өсімдікті күту, табиғатты күту. Балалар, біз жаңа бейнефильм тамашаладық, иә? Сіздер не көрдіңіздер? Не ұқтыңыздар? Қол көтеріп жауап берейік, иә? Айта ғой. Ол жайылымсыз және жапырақтар тары жасылының тартышуы. Фосфор жетіспесе, Жақсы отыра ғой. Оқушылар, біз жаңағы бейнефильмді тамашалай отырып, көре отырып, яғни бүгінгі тақырыптың мағынасын аштық. Тақырыбымыз өсімдіктердегі макроэлементтердің тапшылығы. Тыңайтқыштар, органикалық және минералдық тыңайтқыштар дейтін тақырып. Дәптерлерімізді ашып, тақырыпты жазып ала қояйық. Яғни біздің сабағымыздың мақсаты минералды тыңайтқыш, азот, калий, фосфор. Балалар, енді сабақтың тақырыбын жазып болсақ, тақтаға кішкене назар аударайық. Мына жерде, яғни өсімдіктерде макроэлементтердің тапшылығы және олардың маңызы жазылған. Яғни өсімдіктердің толық дамуы үшін оларға макроэлементтер, яғни азот, фосфор, калий өте маңызды. Олардың тапшылығы, яғни өнімді төмендетеді, ал дұрыс тыңайтқышты қолдану өсімдіктердің сау болу өсуін, яғни қамтамасыз етеді екен. Келесі, азоттың өсімдікке маңызы. Оқушылар қарайық. Яғни азоттың биологиялық рөлі. Бұл жерде азот өсімдік жасушаларының, яғни құрамдас бөлігі болып табылды. Ақуыз, ферменттер, хлорофилдің құрылымында болады екен. Яғни азотсыз өсімдік фотосинтез жасай алмайды. Келесі, бұл фосфордың рөлі. Фосфор, яғни қандай екен? Энергетикалық рөлі бар. Яғни жасушаның жақсы дамуына, гүлденуіне, жемістенуіне пайдасы бар екен. Яғни фосфор тапшы болатын болса, яғни өсу нүктелері тежеледі екен. Өсімдіктер, яғни дұрыс, яғни ары қарай өсе алмайды. Бейнефильмді пайдалана отырып, оқулықты пайдалана отырып, яғни дерек көздерін пайдалана отырып, біз 3 топқа топтық жұмыс берейін деп отырмын. Бірінші топ органикалық тыңайтқыштар, екінші азотты минералды тыңайтқыштар, үшінші топ фосфорлы калийді тыңайтқыштардың маңыздарын, яғни жазып, посттерге тапсырмаларыңызды орындайсыздар. Топпен бірігіп отырып. Оқушылар, біз орындап жатқан топтық жұмысымызға мына дескрипторға бағынамыз. Яғни тыңайтқыштың түрін анықтайсыздар, тыңайтқыштың әсерін сипаттайсыздар және шешімін ұсынасыздар. Әр жұмысқа бір балдан, сіздер топтық жұмысқа 3 балл деген баға алуларыңыз керек.
Оқушылар, олай болса, топтық жұмысымызды 3-ші топ аяқтаған екен, сол топтың жұмысын тыңдайық. Қазір барлығымыз тыңдап, бұл топтың жұмысына баға береміз. Сондықтан тыныш отырып тыңдаймыз. Ал бізде 3-ші топта жағдаят жүзімнің жапырағы жасыл емес, сары түсті болған. Яғни жүзім алқабында жапырақтарда күлгін қоңырдақтар пайда болған, ал жемістер ұсақ әрі аз болған. Енді бізде сұрақтар: жүзімге қай элемент жетіспейді? Бізге жүзімге фосфор жетіспейді. Жүзімге фосфор жетіспеген кезде оның жапырақтары сарғайып түсіп қалады. Екінші сұрақ: бұл тыңайтқыштың өсімдікке әсері қандай? Фосфор өсімдікке энергияны сіңіру үшін қажет, және бұл элементсіз жасуша ядросы мен жасуша қабықшасы түзілмейді. Фосфор мен калий тыңайтқыштарын дұрыс қолдану әдістерін ұсыныңдар. Оны тұқым себер алдында немесе тұқыммен бірге қатарлап енгізу қажет. Фосфор тыңайтқыштарын күзде немесе көктемде негізгі өңдеу кезінде берген тиімді. Біз екінші топпыз. Біздің сұрақ: жылыжай иесі қиярға азот тыңайтқышын шамадан тыс мөлшерде бергеннен кейін жапырақ қою түсіне еніп, өсім баяулаған. Бұл жерде тапсырма: қолданылған тыңайтқыш түрін анықтаңдар. Бұл жерде азоттың артық мөлшері өсімдікке қалай әсер етеді? Өсімдік баяулайды, себебі азотты шамадан тыс сіңіріп, жасыл жапырақтар көбейгеннен кейін жемістер баяулайды. Екінші сұрақ: азоттың артық мөлшері өсімдікке азот тыңайтқышы дұрыс қолдану ережесін ұсыныңдар. Бұл жерде азот тыңайтқышы дұрыс қолдану ережесі тыңайтқышты мөлшермен және нұсқаулыққа сәйкес болу керек. Өсімдік өсу кезеңінің басында, гүлдену және жүзу кезінде аз беру қажет. Бізге берілген тақырып органикалық тыңайтқыш. Органикалық тыңайтқыштар екіге бөлінеді: биоорганикалық және де органикалық тыңайтқыштар. Органикалық тыңайтқыш дегеніміз тірі ағзалардың тіршілігіне әрекет нәтижесінде түзілетін құрылымды өсімдікке қажет элементтер бар заттар. Олар фосфор, кекір және тағы да басқа заттар жатады. Биоорганикалық тыңайтқыштар құрылымында өсімдікке қажетті қандай да бір элемент бар өндіріске жалынады. Эколмен алынатын заттар кіреді. Органикалық тыңайтқыштардың қолдануға тиімді әсерлері: экологиядан таза өнім әсер береді, топырақтың құрылымын жақсартады. Олай болса, оқушылар, топтық жұмысты жақсы орындадық. Топ басшылары өздеріңіздің қолдарыңызға бағалау парақшасына, яғни балдарыңызды қойып отырыңыздар. Келесі жұмыс сіздерге мен мынандай тапсырма берейін деп тұрмын. Яғни жұптық жұмыс берем. Бұл жерде 2 адам болып орындайсыздар. Жұптық жұмыстың тапсырмаларын алдарыңызға, яғни қазір таратып беремін. Сол тапсырманы орындайық. Бізге берілген жұптық жұмысты орындадық. Микроэлементтерде темір, мыс, иод, марганец, молибден, ал макроэлементтерге көміртек, сутек, азот, фосфор, күкірт, калций. Ал екінші тапсырмада өсімдіктің минералды тұздар мен биоорганикалық заттарды ауадан алады. Ол жалған. Өсімдіктер көміртекті фотосинтез кезінде көмір қышқыл газы ретінде сіңіреді. Ол ақиқат. Өсімдіктер жасушаның фосфорсыз көбейе алмайды, себебі ДНК құрамында фосфор бар. Ол ақиқат. Өсімдіктер үшін биоорганикалық заттарды зат алмасу секілді маңызды процестер негізгі бөлігі ақиқат. Калий өсімдіктердің өсімдігі мүшелері үшін маңызды, тамыры, сабағы, ол ақиқат. Кальций өсімдік үшін қажетсіз элемент, ол жалған. Бізге берілген жұптық жұмыстың тапсырмасы: өсімдіктер минералды тұздар мен биоорганикалық заттарды ауадан алады. Бұл жалған. Өсімдіктер көміртекті фотосинтез кезінде көмір қышқыл газы ретінде сіңіреді. Бұл ақиқат. Өсімдіктер жасушасы фотосинтез
көбейе алмайды. Себебі ДНК фосфор бар, ақиқат. Өсімдіктер үшін биоорганикалық зат алмасу секілді маңызды процестердің негізгі бөлігі ақиқат. Калий өсімдіктердің өсімді мүшелері үшін маңызды. Ақиқат. Өте жақсы оқушылар, біз топтық жұмысты да, жұптық жұмысты да өте жақсы орындап жатырмыз. Топ басшылары орындап жатқан жұмысқа бағалап отыруды ұмытпаймыз, бағалау парақшасына. Енді келесі бізде жеке жұмыс. Бұл жерде жеке жұмыста сіздерге мынандай жеке жағдаят беріп тұр. Тапсырма: сен ауылда жылыжайда жұмыс жасайсың. Соңғы аптада кейбір өсімдіктердің жапырақтары сарғайып, кейбіреуінің ұштары қурап кеткен. Басқа өсімдіктердің жапырақтарында қара дақтар пайда болды дейді. Тыңайтқыш ретінде азот, фосфор, калий қосындылары қолданылған. Енді сізге сұрақ: бұл өсімдіктерде қандай элементтердің жетіспеушілігі немесе артық мөлшері байқалады? Әр элементтің жетіспеушілігі мен артықшылығы өсімдікке қалай әсер ететінін мысалмен түсіндір. Осындай жағдайды болдырмау үшін қандай шара қолданар едіңіз дейтін сұрақтарға жеке әркім өзінің ой пікірін білдіріп жауап берсе болады. Бұл өсімдікке тыңайтқыш ретінде азот, фосфор және калий қосылғанымен оған күтім және топырағын ауыстырып қопсып тұру керек. Және оған су жетпеуі мүмкін. Жылыжайда өсімдіктер сарғайып түсіп қалып жатса, оларға жаңағы негізгі үш элемент азот, фосфор, калий, соның ішінде фосфор жетіспейді. Яғни фосфор жетіспесе өсімдікте сарғаю және өсімдіктерді түсіп қалу болады. Бұл өсімдіктерге азот, фосфор, калий қосылғанымен бұл өсімдіктерге су жетіспеуі мүмкін. Күннің түсуі топырақтарын ауыстырып отыру керек болды. Олай болса оқушылар алдарыңыздағы бағалау парақшаларын алып, әрбір жауап берген оқушыларға көрсетілген дескриптор бойынша бағаларын қойып, қазір бағалау парақшаларын маған ұсынасыздар. Сол арқылы мен сіздерді бағалаймын. Енді бүгін біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге рефлексия, яғни мен білетін үш нәрсе, мен таңғалдырған екі нәрсе, немесе болашақта тереңірек қарастыратын бір нәрсе. Яғни осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Болмаса, бүгінгі сабақ туралы сіз не білдіңіз, не білмейтін едіңіз, осы сабақта не үйрендіңіз, сол туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Мен бүгін сабақта өсімдікке фосфор, азот және калий керек екенін білдім. Өсімдіктің азоты болу керек және фосфор болмаса жапырақтардың сарғаятынын білдім. Мен бүгінгі сабақта өсімдікке қандай негізгі витамин, тыңайтқыштар керек екенін білдім. Және мені таңғалдырған екі нәрсе, өсімдікке азот ең керекті тыңайтқыш екенін білдім. Осы мені таңғалдырды. Және мен болашақта тереңірек қарастыратын бір нәрсе, биология пәнінде өсімдіктерге қатысты сабақ өтілген кезде өсімдіктерді осылай топыраққа отырғызып егіп, оларға витамин беріп офлайн шын түрде өткім келеді. Өте жақсы, өте керемет, көп рахмет. Тағы басқа оқушыларда бар ма, айтатын ұсыныстарыңыз бар ма? Мен білетін үш нәрсе, ол азот, фосфор, калий. Мен таңғалдырған ол жапырақтың қурауы. Ал болашақта тереңірек қарастыратын нәрсем ол үйдің бақша ашу болды. Жылыжай ашу да, демек өте жақсы, керемет. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабаққа қатысқан оқушылар сіздерге көп рахмет айтамын. Көптеген мәліметтер алды деп ойлаймын. Бағалау парақшаларыңыз арқылы сіздерді мен қазір бағалаймын. Үйге тапсырма осы өсімдіктердің жаңағы өніп өсуі үшін минералды тыңайтқыштардың маңызы дейді тақырыпты жақсылап оқып келеміз. Сау болыңыздар оқушылар.